Соңғы бірнеше күндерде Ридзерде 3 монша өртеніп кетті. Тілсіз жаудан тұрғын үйді құтқару керек болды. Өрттер пешпен жылыту ережелерін бұзу үшін және отпен абайсыз қатынастың салдарынан орын алған. 22 қазанда кешкісін нөмірі 1 мамандандырылған өрт бөліміне Гавань ауданы Заречная көшесі бойындағы жекеменшік үйдің аумағындағы өрт туралы хабарлама келіп түседі. Сол жерге жеткенде төтенше жағдайлармен шатыры ағаш кірпіш монша толық өртеніп, от үйдің шатырына жайылғаны анықталған. Алаңы 50 шаршы метр өртті 10 өрт сөндіруші сөндірді. Бақытқа орай құрбандар мен жәбірленгендер болмады. Поступило сообщение о том, что горит баня. Заречная көшесі 4 мекенжайында монша өртеніп жатқаны туралы хабарлама келіп түсті. Хабарды ала сала біз дереу өрт жеріне шықтық. Келген бойда монша өртеніп жатқанын, ал қатты желдің салдарынан өрт үйдің шатырына жайылып кеткенін көрдік. Негізгі күш құрал үйді аман қалуға жұмсалды. Өрт сөндірушілердің үйлесімді жұмыстарының арқасында өрт құрбандарсыз, жәбірленушілерсіз сөндірілді. Ал өрттің себебі пешті қолданудағы өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзудан. Үй иесіне әкімшілік хаттама толтырылды. Дәл сол күні Белый Лугтағы Луговая көшесінде моншалар өртеніп кеткен. Алаңы 35 және 15 шаршы метрлі моншалар түгел өртеніп кетті. Өрт сөндіруге нөмірі 1 мамандандырылған өрт бөлімінің және нөмірі 14 өрт бөлімінің жеке құрамының 11 адамы шыққан. Өрт есептері жалынды өшіре алды. Зиян шеккендер, құрбандар жоқ. Өртену себебі алдын ала болжамға сай пештің дұрыс пайдаланбауы болған көрінеді. С помощью сил и средств служба пожаротушения Өрт сөндіру қызметінің күш құралдарының көмегімен өрт құрбандарсыз, жәбірленушілерсіз өшірілді. Бұл жағдайда Луговая көшесі 66-дағы моншаның иесі пешті өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзумен қолданған. Салдарынан өрт көрші тұрған моншаға да қатты желмен ұшқындап жайылған. Мекенжайы Луговая көшесі 68. Луговая көшесі 66-дағы моншаның иесі өрт орнында болмағандықтан істің материалдары Ридзер қаласының полиция бөліміне қарастыруға және үй иесінің тұлғасын анықтауға жіберілді. Жыл басынан қалада 100-ге жуық өрт орын алып, оларда Ридзердің бір тұрғыны көз жұмып, 2 адам термикалық күйіктер алып жәбірленген. Өрттердің ең кең тараған себептері деп өртшілер отпен абайсыз қатынасты және пештер мен электр құрылғыларды пайдаланудағы өрт қауіпсіздігі техникасының бұзылуын атайды. УЧС города Ридзер қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қала тұрғындарына пеш жаққан кезде оның дұрыс орналасуын, ақаулықтарын, түтін құбырын тексеріп алуды және пеш жаққанда жеңіл жанатын сұйықтықтарды қолданбау керектігін ескертеді. 2019-2020 жылдары Ридзерде улы газдың 800 датчиктары қойылды. Келесі жылы барлық меншік үйлерге датчиктарды қою жалғасады. Қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасының қызметкерлері профилактикалық рейдтерге тұрғындарға өрт қауіпсіздігі ережелері туралы айту үшін, сонымен қоса пештер мен электр құрылғыларын пайдаланудағы қателіктерді көрсету үшін өткізеді. Оларды дер кезінде түзеу өрттің болуынан құрбандар мен жәбірленушілерден сақтайды.